Онлайн-банкте 50 000 доллардан асатын валюталық келісім-шартты қалай тіркеуге болады? Бас мәзірде валюталық бақылау бөліміне өтіңіз. Келісім-шарт қосу батырмасын басыңыз. Келісім-шарт сомасын 50 000 доллардан артық деп таңдаңыз. Анықтамалықтан валютаны таңдаңыз. Келісім-шарт тіркелетін филиалды көрсетіңіз. Келісім-шарт нөмірін және күнін енгізіңіз. Егер келісім-шарт басқа банктен аударылса, алдыңғы есептік тіркеу банкінен деректерді енгізу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай келісім-шарт сомасын көрсетіңіз. Келісім-шарт түрін таңдаңыз. Келісім-шарт мәнін көрсетіңіз. Репатриация мерзімін көрсетіңіз. Ол 180 күннен аз болмауы тиіс. Әрі қарай серіктестің атауын және елді толтырыңыз. Өзіңіздің байланыс деректеріңізді, мекен жайы, электрондық пошта және телефон нөмірін толтырыңыз. Егер сіз келісім-шартты тіркеу үшін банкке өтініш білдіргенге дейін, ол бойынша міндеттемелерді орындай бастасаңыз, кен алғанға дейін келісім-шарт бойынша міндеттемелердің болуы опциясын таңдаңыз. Келісім-шартты қоса тіркеп, қол қою батырмасын басыңыз. Келісім-шарт бойынша ақпаратты тексеріп, растау батырмасын басыңыз. SMS-кодты енгізіңіз. Дайын. Келісім-шарт банкке сәтті жіберілді. Өтінім күйін тексеру үшін валюталық бақылау. Өтінімдер бөліміне өтіңіз. Келісім-шартты таңдап, өтінім күйін тексеру үшін басыңыз.